Сәлем достар, сіздермен мен Айзада. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, жасалу жолы өте оңай өзбек халқының ыстық тоқаштарының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде менімен бірге болып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, су, сүт, ашытқы, тұз, сары май қажет. Суымыздың үстіне ашытқымызды салып, сүтімізді құйып, тұзымызды және де сары майымызды салып, жақсылап араластырып қамырымызға саламыз. Мінекей осылай қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз иленіп дайын. 1-2 сағатқа қамырды ашығанша аузын жауып қойып қоямыз. Ашыған қамырларымызды алып 4 бөлікке бөліп домалақтап алып аламыз. Қамырымыздың ортасын дәл видеодағыдай етіп домалақша қылып шығамыз. Қамырымыздың үстіне жұмыртқаларымызды жағып, күнжітімізді себуге кірісеміз. Бізде осындай қамырлар шықты. Енді осыны 220 градуста пісіріп аламыз. Мінекей біздің ыстық тоқаштарымыз пісіп дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеле өтіңіздер. Және де рахмет.